Бүгін сіздермен біз бауырдан котлет жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет шығады. Балаларыңызға да ұнайтын болады. Қонақ келгенде де қоя қойсаңыз әдемі шығады. Бізге алдымен 1,5 килограмм бауыр, 3 түйір жуа, 1 түйір сәбіз, 2 түйір картоп керек болады. Менде ана жерде бір сәбізді 2-ге бөліп қойғам, содан 2 болып көрініп тұр. Барлығын осылай майда-майда етіп турап аламыз. Мясорубкаға дайындаймыз барлығын оңай өтілу үшін. Барлығын осылай турап болған соң, ет тартқыштан барлығын өткізетін боламыз. Тартып болған етімізге үлкен қасықпен 1 қасық тұз, шамалап жарты қасықтай қара бұрыш және 1 кесе сүт құятын боламыз. Барлығын осылай араластырамыз. Бұған 3 қасық ұнымыз саламыз. Және де 2 жұмыртқамыз салып, барлығын әбден жақсылап араластыратын боламыз. Осылай барлығын дайындап болған соң, қызып тұрған тапаға шамалап қана май құйып, майды көп құйып жүрмеңіз, шамалап құйып, осылай пісіріп алатын боламыз. Мінекей котлеттеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет шығады. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.